Нағыз ерлер кімдер? Пайғамбарды, оның сахабаларын айтсаң, арабты айтпа дейтін, осындай бір қараңғы адамдарға айтайық, онда өзіңнің қазағың алаштықтарды айтайық. Қазір жігіттердің барлық осындай бір жас жігіттердің арманы бір үй алу, бір көлік алу, сосын стабильный бір жұмыс болса болды. Сосын қатын баласын сықитып киіндіріп алып, ағайын туыстарды, достарды аралап, той-томалақтың арасында қыдырып, тойлап жүру. Осы ең топ, осы өмір арман көп жас жігіттерге. Үлкен буын бізге бір жол көрсетіп, ақылмен бөлісетін аға аталардың арманда негізі осы қазір. Оларға сөзің тиіп кетсе, енді сен бала біз көргеннің несін көрдің дегендей, яғни бір сондай бір біз көргеннің жартысын да көрген жоқсың деп өзіңе атылып шығады. Енді сол кісілерге айтқым келеді, сіздер не көріп едіңіздер, соншама не ашаршылықтан өттіңіздер ма, содан тірі қалатындай. Қару алып 41-ші жылы не соғысып, қан төгіп, сол жерден тірі шығып едіңіздер, желтоқсанда алаңға шығып, қан төгіп, сол жерден де аман шығып едіңіздер. Әлде бір алаштықтар секілді қуғын сүргінге ұшырап, түрмеге қамалып, жер аударылып, бір халық жауы болып, атылып, сол жерде де өлмей, не тірі шықтыңыздар ма? Осы көп көрдік дегендей. Достарыңызбен жиналып, арақ темекіні шегіп, біреуіңіз бандит болып, біреуіңіз коммерсант болып, өтер қолдан келгенше бала шағаны асырап, аз-маз ақшадан бір тамақтан қысылған кезіңізде ақша табу үшін енді мүмкін көп жұмыс жасаған шығарсыз уақытысында. Соны ойлап, мен көргенді көрмедің дейтіндей, мен бір сұмдық ештеңе көрдіңіздер деп айта алмаймын. Қазір де осы нәрсені көпшілігіңіз осы күйде жүрсіздер ғой, ақшаның артында жұмыс, үй, бала шаға дегендей басқа еш нәрсе жоқ. Біз де осы нәрседе жүрміз. Сіздердің еркектіктеріңіз, батырлығыңыз ол бір отбасын бағып қағу, енді кейде ол да жоқ та негізі. Мен үшін алаштықтардың біреуі, бәрі емес, тек қана біреу. Мысалға Әлихан атамыздың түрмеде отырып жасаған еңбегінің 1%-ын жасай алғандарыңызда еді, біздің ел қазіргідей бір ашкөз, жемқор, осындай бір ұрғары болмас еді негізі. Сол алаштықтардың өмірі нағыз еркектің үлгісі негізі бізге. Пример, үлгі. Олардың ешқайсысы қатын баласы үшін, қара басы үшін өмір сүрген жоқ. Егер солай болғанда, олар не қашып кетер еді бұл елден, не орысқа қызмет етіп кетер еді, алаш болып құрылмас еді. Біз оларды қазір айтып, осындай бір үлгі тұтпас едік, атын ұмытып кетер еді. Міне нағыз еркек осылар, осындай идеямен, осындай миссиямен, осындай оймен өмір сүретін еркек өз функциясын, өз миссиясын орындап жатыр. Ел тұрмақ қатын баласын басқара алмай, соны баға алмай, әйелінің қас-қабағына қарап, бар бітіргені осы бір отбасына снабженец дейді ғой, жаңағы ақша кеп беретін, тауып беретін, киіндіретін еркек ол. Еркектік емес меніңше. Ауыр тиіп кеткен шығар енді, мысқылдап күлетін шығарсыздар маған, бала не айтып отыр дегенде. Бірақ осыны рас екенін сіздер өзіңіз іштеріңізден білесіздер. Сыртқа білдірмейсіздер оны, бірақ енді сыртқа бәрі ақылды ғой, қазір бәрі бір керемет болып кетті ғой, бұлар деген деп бұларға ақыл айтуға болмайды, бұлар бізге ақыл айтады деп бір сасып отыра бергенге біздер де үйреніп қалғанбыз ғой, астына комментарий жазып қойып. Негізі құрметті жастар, үлкенді сыйлау бар, бірақ адамның көкірек көзі ашық болуы ол жасының үлкендігінен, оның 2-3 дипломы болғаннан емес, оның қызметі болғаннан емес, тонап, тоймай жатқан, бір-бірін шақыстырып елдің алдында ғайбаттап жатқан, бізге осындай үлгі көрсетіп жатқан, ол біздің жастар емес, ол осы елдің алдында жүрген біздің ағаларымыз, әкелеріміз, апа-аналарымыз керек болса. Сондықтан үлкен екен деп, оның айтқанын істегені дұрыс деген сөз жоқ. Топас надан ол 70 жасында да арағын ішіп, насыбайын түкіріп, ол Назарбаевты, Тоқаевты жамандап, аузына келгенін оттап отыра береді. Кімге еріп, кімнің ақылын тыңдап жүргеніңізге аздап мән беріңіздер. Ондай үлкендер бар кезде, осындай үлкендер бар кезде біз алға емес, артқа кетеміз. Бар арман қалауы оның бір той-томалақпен жиналып алып, жаңа бір өсек ғайбатты айтып, қара басының қамы үшін бәріне дайын осындай бір аузына ғана Алланы салып қойып, бірақ жүрегінде жүректері тар, көре алмайтын, қызғанатын, бір-бірін айдап салып, арттарынан сөйлеп отыратын үлкендерден үлгі алатын болсақ, онда жеткен жеріміз өкінішке орай осы болды. Үлгі алсаңыздар, тарихқа қараңыздар. Ол ұлы адамдар, біздің тарихымыздағы өзіміздің қазақтың ұлы адамдары жердің астында жатса да, олардың еңбектері, Құдайға шүкір, дұғалары, ерліктері жердің бетінде тұр қазір біздің қолымызға доступно дейді ол. Сондықтан солар бізге үлгі болсын. Соларға қарап біз үлгі алайық, солардан үйренейік. Сондықтан құрметті жастар, бұл менің бір сіздерге деген бір ағалық, менен жастарыңыз кіші болса, бір ағалық ақылым болсын, менен үлкен болсаңыздар, қатты айтты деп ренжімеңіздер, бірақ шындық осылай. Бұл менің ойым. Келісесіз бе, келіспейсіз бе, ол әрине сіз өзіңіз білесіз. Бірақ үлкен екен деп, үлкен адамның айтқанын да, жасағанын да дұрыс деген нәрсеге мен қатты келісе бермеймін. Сіздер қалай ойлайсыздар?